Assalamualaikum. Бүгін 26 қазан 2021 жыл. Мына жерде 200 мың штук шаушым бар. Ал сәл азайған екен, сонша мала. Алдап қойын деп су жіберіп отырмын. Бұл жер 3-5 метр, биіктігі 30 сантиметр. Бұның ар жағындағысы мынау. Бұл енді бұлай 5, бұлай 5, 5-5, биіктігі 1 метр. Бұл енді қыстық азығы. Әзірге күн суығанша осы жерде, мына жерде жатады, мына шағын жерде. Осы жерде осында жұмыс жасап. Қысқа қарай, мұнай қарай өздері ауысады, көктемге дейін осыны азық қылады. Ана жерде жұмыс жасайды. Мынау көң. Анау. В общем, бұл жерде 4 машина, 4 КАМАЗ көң түсіріп қойдым. Алланың қалауымен. Көң әдемі, шірімеген, жастай емес. Бұлар енді көктемге, жаңағы көктем уақытында көң іздеп, қоймайын деп дайындап қойғанымыз. Бұлар енді осылай ашық жатады, жауын-шашын астында көктемге дейін жуылып, шайылып, көктемде жуып, сосын кейін анадан шыққан шылаушымды осыған саламыз. Бұл кешегі КАМАЗдың батқан жері. Көң әкеген КАМАЗ батып қалды. Мына жерде яма болған. Оның ішіне атам көң төккен екен. Мен оны ананы суарған кезде су бері қарай ағып. Содан бұл жер батпақ болып жатыр екен, оған КАМАЗ түсіп кетті. Мынау жаңағы бетін жауып, жақсылап саламын мен. Осылай жасап қойдым. Енді бұның ішінде қазір енді 40 градус болып тұр екен. Азан кезде температурасын өлшесем 40 градус. Қыстың күні бұның бетін палаткамен жабылады. Сол кезде жылуды бойына әдемі сақтайтын болады. Мұнда көрсетейін, ертең жаңағы көктемде мына жерлерге егіс егеміз. Жаңағы помидор, қызанақ дейді оғанда. Картошкасы бар, капустасы бар, енді 40 қабаты бар деп. Анадан шыққан өнімді осыларға салып, ертең жаңа биогумус алуға келген адамдарға міне деп көрсететіндей осы жерге, осы аттарға. Соны егем. Кеше мына жердің бәрі орман болып атқан. Бұл жердің барлығын ағаштарын кесіп, тамырларын қопартқызып ашып қойдым. Бұны да ертең айдатып, арықтатып, бұл жерге бау-бақша алам. Алма, груша, шабдалы, черешня деген сияқты жеміс ағаштарын отырғызамын. Бұларға да анадан шыққан, шербақтардан шыққан шылаушының өндірген биогумусынан салып, бұны да ертеңгі күні келген клиенттерге көрсету үшін жасап жатқан жағдайымыз бар. Енді мына жақта тиіскен жоқпын. Бұл да кәдімгі тоғай болып жатыр бұның ішінде. Бұның ішіне әуелі алла деп, ертең жаңадан көктемде шылаушындарды осының ішіне, мынау енді шөптердің бәрі мал әкеп мал салған кезде тақырланып тазаланады ғой. Осы жаққа көңді алып келіп, шылаушынды жаздай осының ішіне дүнияның көңі кетеді мынаның ішінде. Осы жаққа шылаушындарды бағу керек. Себебі мына жерде көлеңке болады да, сосын кейін
суарған кезде жаңағы жиі суарып тұрмайсың да, ылғал бойында сақтап тұрады. Сол үшін мен осында ағаштарға тиіспей әдейіге қалдырдым. Қанша жер бар мына жерде. Құдай қаласа нарыға жылқы әкеп байлап, оны барлығын тақырлап тұрып жейді ғой жарықтықтар. Жазда шылаушындар осы жерде, основной осы жерде болады. Сосын кейін жаңағы қазіргі жатқан жеріне жаңадан көң түсіп, ол жаққа да Құдай қаласа мына жақтың жұмысы жеңілдеу болады деп отқаным, бұл көлеңке болғаннан кейін ылғалды бойына сақтап тұрады ғой. Ана жер ертең ағаштарды егіп бау-бақша алғаннан бұл жерге де арықтың ортасына көң төсеп, бұнда да шылаушын бағамыз. Алланың ниетімізге жеткісін енді, ала қойған мақсатымызға. Мынау қазір түсіріп көрсетіп жатқаным, ертеңгі күні мына жер жайқалып керемет болып жатқан кезде тағы да видео түсіремін. Сол кезде жаңағы күдік болмасын, мынау алдында жасап қойған бау-бақшасы ғой деген сияқты, бұрыннан бар нәрсе ғой деген сияқты күдік болмасын деп әдейі арнайы түсіріп жатқан жайымыз. Жерлерін топырағы сор ғой, сор топырақ қой кәдімгі, кебір дей ма, сондай. Бұл енді әуелі алға, сосын кейін мынау шылаушындардың шығарған биогумусының арқасында осы жерді жайқалтып бау-бақша қылып жасасақ па деген Аллаға ниетіміз бар. Алла ниетімізге жеткізсін. Ал қош, амандықта. Келесі видеоға дейін аман болыңыздар.